Sen kelersin. Тағы да ма, Фаруки ханым? Мұны қалай түсінеміз? Не боп қалды? Жарайды, айтып берейін. Бұл сіздің бөлмеңіз, бұл кереует, анау диван, анау жастық, мынау кітаптар, мынау жынаяқ, мынау чипсы, ал мынау менің сүйікті пиццам. Пиццаны қалай жақсы көретінімді білесіз ғой. Өткенде сізде жеп көріп едіңіз ғой, есіңізде ме? Бұл күлкілі емес. Бөлмені қоқысқа толтырғансыз ба? Мұндайды жақтырмайтынымды жақсы білесіз ғой. Рас па? Хан мырза, оңбай қателесіп тұрсыз. Сізге ұнай ма жоқ па, бұл мені мүлдем қызықтырмайды. Оның үстіне мен де көп нәрсені жақтырмайым. Бірақ сіз сонда да қитығыма тиіп, өз дегеніңізден қайтпайсыз. Бұл қалай сонда? Құдай үшін төменгі түсіңізші. Түсіңіз өтінен. Түсіңіз. Рахмет. Мен сөзге де, есепке де өте жүйрікпін. Біліп қойыңыз. Солай ма? Сонда менен ұрыс есту үшін осындай ақмақтыққа бардыңыз ба? Жаман емес. Ақыл сәнге айналған ба? Сіз сияқтылар ақыл үйрететін болыпты ғой. Сөзіңіздің жаны бар. Осыған орай өлең оқып берейін. Самса Делиден, Палау Хайдарабадтан, Кәуап Бопалдан. Самса Делиден, Палау Хайдарабадтан, Кәуап Бопалдан. Ұрысымыз тыс қалмайды назардан. Мен бұны жасай берем қайтадан. Сөзіме құлақ асыңыз. Жоқ, сіз мені тыңдаңыз. Сізге бәрібір шығар, бірақ маған олай емес, хан мырза. Мен не істеппін? О, Құдай, сізге не көрінген? Не істегеніңізді менен сұрап тұрсыз ба? Кеше түнде із-түссіз жоғалып кеттіңіз. Сізге қаншама рет хабарластым. Ал сіз қайта қоңырау шалған жоқсыз. Хабарлама да жібермедіңіз. Қайда жоғалып кеттіңіз? Мұншалықты жауапсыз болармысыз, хан мырза? Фаруки ханым, кешіріңіз, сізді ренжітіп алдым. Тек мен деймісіз? Бәріміз ренжідік. Мұншалықты бейғам болам екен, а? Тәте түнімен көз ілмеді. Сізді қайда, неге жауап бермейді деп қатты уайымдады. Мұныңыз дұрыс па, хан мырза? Егер тағы да осылай қайталасаңыз, мен қатты ашуланам. Менің ашуымды білмейсіз. Мен өте қауіпті адаммын. Джеки Чан мен Джет Лидің де фильмдерін үзбей көргем. Барлық диалогтарын жатқа білем. Каратемен айналысқанымды біле жүргейсіз. Оласдай, қолымның мықты болғаны соншалық сәлем бергенде өзім есімнен танып қалам. Хан мырза, сізбен сөйлесіп тұрмын ғой. Шынаяқты қойыңыз. Қойыңыз дедім. Тап қазір шынаяқты орнына қойыңыз. Хан мырза! Иә. Мен сізге сөйлеп тұрмын. Ал сіздің бар ойыңыз шынаяқта. Шынаяқтың қайда тұрғаны маңызды ма сонда? Хан мырза, бұл соншалықты маңызды ма? Сізден маңызды ештеңе жоқ. Ешқашан болмайды.
Я Алла, ұйықтап қалыппын ғой. Фархан, кешір. Мен кеш тұрдым. Түстен кейінге Масуд дәрігерге жазылдым. Дайын бол. Масуд дәргер? Фархан, Масуд дәргері психиатр емес пе? О, құдайым, Фархан, неге мені тыңдамайсың? Менің ақыл есім дұрыс. Фархан, өтінем, бір рет болсын сенші маған. Өтірік айтқан жоқпын, мен жынды емеспін. Фархан, маған психиатр керек емес. Фархан, бір рет... Нихат, апам дұрыс айтады. Ауру асқынып кетпей тұрғанда сені дәрігерге көрсету керек. Өтінем, бір рет... Нихат, өтінем, дайындал. Жоқ, Хумира, бұл дұрыс емес. Хумира, тезірек жинал, мен такси шақырдым. Айтпақшы, Я? мына көз қарасыңнан маған бірдеңе айтқың келетіні байқалып тұр. Айта ғой, не айтқың келеді? Рахмет. Саған рахмет айтқым келді. Маған көрсеткен көмегің үшін. Мені өкпелетіп, ренжітпегенің үшін. Егер өзіңді дер кезінде тоқтатпағанда, бәлкім... Болған жайтты ұмыт. Өзіңді кінәлап, жүрегіңді жаралаудың қажеті жоқ. Мен ешқашанда саған зияны тиетін іс-әрекетке бармаймын. Танысқалы бері тек ұрысып, қырқысып, сөз таластырып келеміз. Бірақ қай сәттен бастап арада байланыс орнағанын өзім де білмеймін. Ал мұндай байланыс бір сәтте аяқталмайды, Хумира. Енді тезірек дайындал, қазір такси келеді. Кешіріңіз, сәл кешігіп қалдым. Апа, мен тамақтанып болдым, бөлмеме барайын.
Таңға сыңда асықпай іш. Содан кейін бөлмеңе барып демаласың. Үй шаруасын Нәжима екеуміз жасаймыз. Бірақ апа, саған ештеңе істеудің қажеті жоқ. Иә, әпке. Естен шығармайық. Нихаттың ас үйге кірмеуін де қадағалауымыз керек. Ол пышақпен ойнағанды ұнатады. Тағы не істейтінін бір Құдай білсін. Тыңдаш, тамағыңды ішіп болған соң, ыдысты осында қалдыр. Ас үйге кірме. Өтінем. Не? Бұл не сұмдыға? Әй, ол менің есеп шотым. Ондағы ақша да менікі. Түсінікті ме? Маған өз шотыңыздан ақша алмайсыз дейтіндей кім едіңіз? Біреу саған есеп шотты бұғатта деген соң, шынымен бұғаттап тастадың ба? Менен бір ауыз сұрамай? Ертең ол саған құдыққа түс десе, соғанда түсесің бе? Кім айтты саған? Асат Ахмет хан мырза. Өмірімізді ойрандай алмаған соң, шоттарымызды бұғаттадың ба? Мұндай арсыздықты кімнің рұқсатымен істедің? Ұмытпаңыз, мен компанияның тең иесімін. Сондықтан да компания мүддесі үшін кез келген шешім қабылдауға хақым бар. Құқығым бар да, ешкімнен рұқсат сұрамаймын. Өгей бала, құқық жайлы айта ма? Бұл заңды да, табиғи да нәрсе. Себебі оңбай жеңілген адам ашуға бой алдырады. Сен де солай ашулана бастадың. Егер бәрін ертерек түсінсем, мына мысық тышқан ойынына кіріспес едің. Бірақ бір нәрсені ұғып ал, балақай. Ойын ойнау мен жеңілудің айырмашылығы жер мен көктей. Ал мұндай ойында Разия Сыдықты жеңу мүмкін емес. Разия әрі қашан жеңіске жетеді. Сен бұл компанияға расымен иелік еткің келе ме? Бірақ не істесең де, әкең Рашид Ахмет хан осы компанияның қызметкері болған. Сен де Асат Ахмет хан. Сен де тек қызметкер болып қаласың. Қызметкер, тәтесіз. Фархан, сенші маған. Менде бәрі дұрыс.
өзімді бұрынғыдан да жақсы сезініп тұрмын. Фархан, маған психиатрға барудың қажеті жоқ. Баруың керек, Нихат. Нихат, жағдайыңның жақсы екеніне сенем. Бірақ сонда да бір рет дәрігерге көрінсең артықтық етпейді. Бірақ Фархан, өтінем. Нихат, бәрі сені уайымдап жүр. Мұнда ешкім саған жау емес. Нихат, тексеріліп алсаң, бәрі айқындалады. Ең болмаса жұрттың көңілі жай табады. Фархан. Нихат, тыңдашы, дәрігер туралы естіген бала ұқсап қырсықпашы. Сен бара бер, мен қазір келем. Фархан. Нихат, өтінем. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Иә, дәрігер. Фархан қазір Нихатты ертіп апарады. Не істеу керегін білесіз ғой, иә? Жақсы. Жүр, Нихат. Жоқ. Мен бармайым. Фархан, ол жақсы дәрігер емес. Нихат, Нихат, тыңдашы мені. Нихат, ол қаладағы ең мықты дәрігер. Жоқ, ол жақсы дәрігер емес. Қазір ғана апаңның сол дәрігермен телефонда сөйлескенін естідім. Ол маған бір жамандық істемекші, ешқайда бармайым. Нихат, не айтып тұрсың? Апам тіпті қай дәрігерге жазылғанымды да білмейді. Фархан, сен ештеңе білмейсің, түк білмейсің. Қазір саған бәрін түсіндіріп берейінші. Тыңдаш, олар маған қастандық істемекші, сондықтан мен бармайым. Әлі осындасыңдар ма? Нихат, сенде бәрі жақсы ғой, е? Осы уақытқа дейін жақсы еді. Енді қамқорлығыңыздың арқасында жағдайым мәз емес. Нихат, сен апаммен сөйлесіп тұрсың. Білем, апаңмен сөйлесіп тұрғанымда. Бірақ апаң мені жынды қылып көрсеткісі келеді. Не деп тұрсың? Апа, дәрігермен сөйлескеніңізді естідім. Қандай пиғылыңыз барын білмеймін. Бірақ соны жүзеге асыруыңызға жол бермеймін. Ешқайда бармайым. Не дейсің? О, Құдайым. Денің сау ма өзі? Нихат, тағы да ауруың ұстап қалды ма? Нихат, жүр. Жоқ, ешқайда бармайым. Жүр. Сендер менің жынданып кеткенімді қалайсыңдар? Жоқ, бармайым, ешқайда бармайым. Балам, Нихаттың денсаулығы шынымен нашар. Мұндай кейде оны дәрігерге апару қиын. Жолда мүлдем нашарлап кетсе қауіп төндіруі мүмкін, балам. Мұның бір амалы бар. Дәрігерді үйге шақырайық, солай дұрыс болады. Көрде тұр. Оны өз әуеніме билеткізіп қоям. Рахмет. Осында келгендеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтам. Бүгін сіздерді маңызды хабармен бөлісу үшін шақырдым. Рашид Ахметхан мырза бүкіл өмірін Сыдық энд Санс компаниясын нығайтуға арнады. Өкінішке орай, қазір денсаулығына байланысты қызметтен босады. Бірақ жұмыс жалғасу керек. Сондықтан компанияның жарқын болашағы үшін мен, Асад Ахметхан, бүгіннен бастап Сыдық энд Санс компаниясында Рашид Ахметханның барлық міндетінде лауазымын да өзім мойныма аламын. Ол қанша сөйлесе де, қанша айла жасаса да, шындық өзгермейді. Тағы бір жаңалық. Компанияның бас директоры Ғафур Ахмет Сыдық зейнетке шықты. Ол бүгіннен бастап бар жауапкершілікті маған тапсырды.
есіміңізді Сыдық мырза құрған империямен байланыстырады. Бұл жайлы не айтасыз? Сыдық мырзаға жұрт алдында бірдеңе айтқыңыз келе ме? Сыдық мырзаға алғыс айтам. Маған сенім артқан үшін ризамын. Алланың көмегімен сол сенімді ақтайым. Сыдық мырзаның зейнетке шығуы мен компания басқармасын қолыма алудың құрметіне ертең сауық кешін ұйымдастырам. Кеш ерекше болмақ, себебі сол жерде салтанатты әрі маңызды хабарландыру жасайым. Көріскенше. Жоқ, Разия. Бұл жай ғана су. Ішінде у жоқ. Аға. Сәлем, ағатайым. Сәлем. Сені шын жүректен құттықтаймын, қарындасым. Мұны апамнан естідім. Сен үшін өте қуаныштымын. Құдай қаласа, өмірің бақытқа толы болсын. Рахмет, аға. Қалың қалай? Жақсымын. Өзің қалайсың? Үйіңдегілер саған барынша қамқор болып жүр ме? Иә, аға. Нихат қалай? Бәрі жақсы ма? Иә. Жарайды. Тыңдашы, ертең мен сауық кешін ұйымдастырмақшымын. Аспаз барлық көкөністі алды. Бірақ бір көкөніс жетіспей тұр екен. Соны әкеліп бере аласың ба? Әрине, қайсысын? Қызанақ. Аға. Ертең отбасыңмен міндетті түрде кел. Осыны сылтауратып, сенің де қуанышыңды атап өтеміз. Айтпақшы, аға, сауық кеші ненің құрметіне? Бұл тосын сый. Ертең мен маңызды мәлімдеме жасайым. Аға, маған алдын ала айтшы. Өтінем. Қызанақ. Аға. Жарайды, ертең бәріңді күтем. Сен, Имран, Фархан, Нихат, Хасина тәте. Айтпақшы, Нихат үйде ме? Оны өзім шақырам. Телефонды берші. Ол негізі, аға, ол бос емес, оған өзім айтам. Жарайды. Көріскенше. Көріскенше. Наджма? Япа, ағам қоңырау шалды. Ол бәрімізді ертеңгі сауық кешіне шақырды. Не хатты да ма? Иә. Бірақ не хатқа айтудың қажеті жоқ. Бірақ апа, бұл қызды апарып өзімізді ятқа қалдырамыз ба?
Егер шу шығарса ше? Неге ойланып кеттің? Жай. Аузымды ашсам көп сөйлейді дейсіңдер. Құдай куә, отбасымыздың тірегі бар. Бірақ біз ойында ұтылдық, себебі екеуі де бейхабар. Құдай да сен де. Хабарың бар ма? Мен сенен сұрап тұрмын, естеймісің? Қалайша өз орныңды Асатқа бере салдың? Мен онда ештеңе жасамадым, Разия. Зейнетке де шыққан жоқпын. Орныма да ешкімді отырғызбадым. Не? О, Құдайым. Онда неге ештеңе айтпадың? Не деуші едім, Разия? Асат кішкентай балам еді, үнін өшіретіндей хабарландыруым бар деді. Демек ол құйтырқы әрекет ойластырды. Мүмкін компанияға қатысты маңызды құжатқа қолы жеткен шығар. Сол үшін бәрін ашық айтты. Әлде мені қарсы шығып, компанияның көлеңкелі істерін жұрттың көз алдында әшкерелейді деп күттім екен. Біраз уақыт үнсіз болайық, Разия. Егер біз... Барынша әрекетін жасасын, ештеңе етпейді. Бізге тиесілі өзімізде қалады. Бүгін кешкісін қандай мәлімдеме жасайтынын анықтауға тырысайық. Дұрыс қой, бірақ... Алло. Қызыңыз туралы білгіңіз келеді ғой, иә? Онда осында келуіңіз керек. Сенбісің? Мені басқа жерге ауыстырмақшы екен. Тыңдаңыз, егер қызыңыз туралы білгіңіз келсе, онда тез келіп мыналарды тоқтатыңыз. Бірақ сен... Саған бұл телефонды кім берді? Алло? 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 Иә. Не болды? Кім қоңырау шалды? Неге сонша алаңдап кеттің, отағасы? Тыңдаш. О, Құдайым, оған не көрінді? Хумера, мына түрің не? Киімің неге жыртылған? Апа, мен жорыққа барғанмын. Жорыққа ма? Жорыққа бардың ба, әлде күреске ме? Мына түріңе қараш. Телефоныңа не болды? Неге өшірулі тұр? Таңертеңнен бері қоңырау шалдым, бірақ жауап жоқ. Достарың да қоңырауға жауап бермейді. Оның үстіне кеше таңертең келем дегенсің. Иә, апа, бірақ біз сәл бөгеліп қалдық. Жетер. Ішке кіріп, үсті басыңды ретке келтір. Дереу. Иә. Апа, жорықта Хайдар... Қызық. Апа маған не болған білгісі де келмейді. Бәлкім, маған бола шығар. Саған бола ма? Бәлкім ол менімен уақыт өткізетініңді ұнатпайтын шығар. Неге олай ойлайсың? Мен талай нәрсені бастан кештім.
адамдар үндемесе де сырын түсініп қоям. Менің жақыным да, отбасым да, туысым да жоқ, әке-шешемді де білмеймін. Бұл түсінікті ғой. Мұндай жігітпен уақыт өткізсең, апаң әлбетте қарсы болады. Жоқ, Хайдар, олай емес. Маған сенмен уақыт өткізу ұнайды. Не дедің? Жарайды. Ұмытшы. Бұған етім үйреніп кеткен. О, Құдайым, сізге не көрінді? Болмашы нәрсеге бола сонша ұялғаныңыз не? Кейде мен емес, сіз қыз құсап сызылып қалатын сияқтысыз. Фарухи ханым, не десеңіз де мен бұл жейдені бәрібір кимеймін. Неге? Бұның несі бар? Мәселе көйлекте емес, мына сіздің ойыңызда. Не деп ойладыңыз? Сіз әкелген кез келген түстегі көйлекті кез алады дедіңіз бе? Несі бар? Түсі өте әдемі. Білесіз бе, Шахрух Салманға мұндай түс керемет жарасады. Мен Шахрух Салман емеспін. Бірақ сіз хансыз. Сол үшін киіңіз. Кім білет, мына жейдені кисеңіз жарасатын шығар. Жоқ, ешқашан. Жарайды, осыған байланысты өлең оқып берем. Хан мырза 3 пыстырарлық патентке ие. Хан мырза 3 пыстырарлық патентке ие. Түрлі түсті әлемде жалғыз өзі сұрғылт күйде. Білесіз бе, мына әлем алуан түсті, ал сіз тек ақ пен қара түсті ғана білесіз. Ал сіз азда болсын үніңізді өшіріп, мені тәнті етіңіз. Не киетінімді өзім шешем. Жарай ма? Жетер енді. Жоқ, жетер осымен, хан мырза. Жейдені неге лақтыра салдыңыз? Осыдан мына жейдені киме көріңізші. Мұрсат етіңіз, хан мырза. Мұрсат етіңіз, хан мырза. Мұныңыз не сіздің? Не болды, Фарухи ханым? Маған жейдені кигізбейсіз бе? Өзіңіз киіп көрсетіңіз. Сіз кигізіңіз. Өтінем. Не болды?
сауық кешін асыға күтіп жүрсіз бе? Әрине. Енді маңызды хабарландыру жариялаймыз ғой. Бұған қалай қуанбайым? Маған қараңыз. Көзіме қараңыз, Фаруки ханым. Алып кетіңдер мұнаны. Қанекей? Жіберіңдер. Барғым келмейді. Жіберіңдер. Жүр дедім. Бас аяғыңды. Жібер. Бол. Жіберіңдер, менің барғым келмейді. Жүр, дымыңды шығарма. Доғар мына қойылымыңды. Бол, тез. Жіберіңіздер оны. Тыңдаңыздар. Маған онымен 5 минут сөйлесуге мұрсат етіңіз. Жоқ, біз оны мұнда қалдыра алмаймыз. Тыңдаңызшы, өтінем. Сізден өтініп сұраймын. Небәрі 5 минут. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Жарайды, тек 5 минут. Ол өте қауіпті қыз. Біз сыртта күтеміз. Жақсы. Жүр. Сен қоңырау шалдың. Құлағым сенде. Бір сәтке сізді келмей қалама деп ойладым. Тыңда, бос сөзге уақытым жоқ. Маған тек қызым қайда екенін және кім екенін айт. О, Құдайым. Білесіз бе? Қиналғаныңызды көріп, менің де жүрегім сыздай бастады. Шынымды айтсам, сізге бәрін айтқым келеді. Қызыңыздың кім екенін де, қайда екенін де. Бірақ бір шартым бар. Шарт па? Қандай шарт? Рашид, бүгін Асад сауық кешін ұйымдастырады. Сенің де киімдеріңді дайындап қойдым. Енді тәуір болып қаласың. Көңіл күйің көтеріледі. Мінеки. Бүгін кешкісін олар маңызды мәлімдеме жасамақшы. Ненің қамын жасап жүргенін білмеймін. Одан тағатымды тауыспай ненің құрметіне кеш жасайсың деп талай рет сұрадым. Бірақ жоқ, ол тіс жарып айтпады. Кешке дейін күтуге тура келеді. 1 минут. Екінші дәріңді ұмытып кетіппін ғой. Қазір барамда келем, жарай ма? Бес күн бұрын сияқты.
Зоя, өтінем. Зоя, телефоныңды қарашы. О, Құдайым, ол мұны мен не айтпақшы? Мұны қалай түсінеміз? Есің дұрыс па? Мен өлсем де, мына шартыңа көнбеймін. Сен ақылыңнан алжасқансың, расында есуассың. Мен есуас емеспін. Ғафур Ахмет Сыдық мырза. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы 2025 жыл.